Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода қолтықтың жағымсыз иісінен құтылудың 4 әдісіне тоқталатын боламыз. Видеоны соңына дейін көруге кеңес береміз. Видеода сіз естіп білмеген тың ақпараттардың барына сенімдіміз. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны басып қойыңыз. Сонымен бірге осы видеоны достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Сіздің де достарыңызға көмегіңіз тиіп қалар. Қолтықтың жағымсыз иісі күн ысығанда және дене еңбегімен спортпен шұғылданғанда байқалады. Қолтықтың терлеуі және одан жағымсыз иістің пайда болуы адамға ыңғайсыздық жағдай туғызады. Енді видеоның жоғары жағында айтылған қолтықтың жағымсыз иісінен құтылудың 4 әдісіне жеке-жеке тоқталайық. Және осы 4 әдіске қолданатын барлық заттар дүкен сөрелері мен дәріханаларда қолжетімді бағада сатылатынын ескеріңіз. Бірінші тәсілде біздерге қажетті 10 мл таза су немесе қайнатылған су және 1 ас қасық сутек асқын тотығы. Біздер суды негізден қайнатып алуымыз қажет, немесе дистелденген суды пайдалансақ та болады. Екінші бұл сутектің асқын тотығы, бұл жараларды залалсыздандыруға қолданатын дәріханаларда сатылатын зат, сондықтан бұл да қолжетімді бағадан. Бізге бұның 1 ас қасығы қажет, яғни 10 мл суға 1 ас қасық сутектің асқын тотығын құйып араластыруымыз қажет. Су мен сутектің асқын тотығын толық араласқанша қасықпен шайқап былғаймыз. Одан кейін стерилді мақтамен ерітіндіні теріге жағамыз, яғни қолтық астына 3 мезгіл жағуымыз керек. Таңертең, түс мезгілінде және кешкілік уақытта 1 апта бойына жағамыз. Сонда қолтықтың жағымсыз иісі жойылатын болады. Келесі екінші тәсіл. Екінші тәсілге бізге 10 мл су қажет. Яғни бұл суды да қайнатылған немесе дистелденген суды пайдалануымыз керек. Себебі қайнатылған су мен дистелденген суда микроорганизмдердің мөлшері едәуір аз болады. Содан кейін екінші қажет зат бұл 1 ас қасық ас содасы. Яғни 1 ас қасық ас содасын 10 мл қайнатылған судың үстіне салып, толық араласқанша қасығымызбен шайқап былғап араластырамыз. Алынған 10 мл су мен 1 ас қасық ас содасының толық араласқаны көзімізді жеткізгеннен кейін стерилді мақтамен қолтық астын 3 мезгіл сүртеміз, яғни таңертең, түскі уақытта және кешкі уақытта. Бұл ас содасының судағы ерітіндісімен сүрткеннен кейін қолтықты сумен шаюға болмайды. Сол қалпында қалтырамыз және 1 аптадан кейін қолтықтың жағымсыз иісінен біржолата құтылатын боламыз. Келесі үшінші тәсіл. Бізге үшінші тәсілге тек қана лимон қажет болады. Лимонды өзіміздің қажеттілігімізге қарай, өзіміздің ыңғайымызға қарай кесіп аламыз. Яғни сол кесілген лимонды қолтық астына лимонның шырынын жағатын боламыз. Бұны да бір күнге 3 мезгіл жағамыз, таңертең, түскі уақытта және кешкілік уақытта. Және жағып болғаннан кейін таза сумен шаюдың қажеттілігі жоқ. Яғни солай қалдыратын боламыз. Төртінші тәсілге біздерге 1 ас қасық ас содасы мен лимон шырыны қажет болады. Бірінші 1 ас қасық содамызды стақанға салып аламыз. Асықпай ұнтақталғанша уатып, ірі болмау қажет. Соған көзімізді жеткізіп аламыз. Содан кейін үстіне лимонның шырынын құямыз. Немесе лимонды сығатын болсақ, шырыны шығады. Сол шырынды соданың үстіне, ас содасының үстіне апарып құямыз. Қоспа дайын болғанша ас содасы мен лимон шырынын ас қасықпен дұрыстап араластырамыз. Және оның араласқандығына толық көзімізді жеткізуіміз қажет.
Дайын болған қоспаны 3 күн жағамыз, яғни 3 мезгіл, таңертең және түскі кешкі мезгілде жағамыз. Жағылған қоспаны таза сумен шаюдың қажеттілігі жоқ, яғни сол қалпында қалдырамыз. 3 күннен кейін қолтықтың жағымсыз иісі біржолата жойылатын болады. Достар, осы аталған 4 тәсілді соңына дейін көрген болсаңыздар, каналға тіркеліп лайк пен қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Және қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Сонымен бірге осы видеоны өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жүруді өтінеміз.